Саламатсыздар ма YouTube каналының көрермендері. Бүгін мен сіздерге тауық сан етінен шашлик жасап көрсеткелі жатырмын. Видеоны соңына дейін көріп, ұнатсаңыздар тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Сонымен мен 6 килограмм тауық сан етін алдым. Оның бірінші тері қабатын сылып алдым. Барлығын сөйтіп бөліктерге бөлдім. Осылай шағындау бөліктерге бөлдім барлығын. Міне бәрін турап алдым. Енді осыларға спецтер саламыз. Маринадтаймыз. Етімізді дайындағаннан кейін мариновкасын дайындаймыз. Сенкасын, аджигасы, чеснок, тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш, паприка және минералды су 1 литр. Бірінші чесногымызды осылай майдалап аламыз. 1 кесе паприка, үлкен кесемен, 2 ас қасық қызыл бұрыш, 1 ас қасық қара бұрыш. Көз мөлшерінде қостым, бірақ сондай. Мен 2 банкасын алғам, аджиганың, бұның біреуін ғана істеттім. Сол жетті, татымына қарай тұз. Сосын 1 литр минералды суымызды құйып, осылардың бәрін жақсылап араластырып аламыз. Солай, сосын үстіне құямыз. Сөйтіп мариновать етуге 2 сағатқа қойып қоямыз, бетін жауып. Жақсылап араластырып аламыз. Сөйтіп бетін жауып, қойып қоямыз 2 сағатқа. Бүгін бір көктемнің керемет күні болып тұр. Есіктің алдында, беседканың астында керемет шашлик жейтін күн болып тұр. Семьямызбен отырып шашлик жейміз деп жатырмыз. Міне біздің етіміз маринадталып жатыр. Отынымызды дайындап қойдық. Енді қазір уақыты келсе бастаймыз. Міне уже 2 сағат өтті. Біз етімізді осылай тізбектей бастаймыз. Өте жұмсақ, керемет болып маринадталды. Міне енді осылай бәрін тізбектеп алып, отымызды жағып, жаймен деп дайындай береміз. Міне отымызды жағып жатырмыз. Бүгін ең бастысы ауа райының кереметтігі, көңіл күйдің кереметтігі, керемет бір шашлик жейтін күн болып тұр. Міне біздер отымызды дайындап, шашлигімізді жайлап қоя бастадық. Серверкамызды дайындап қойдық біз. Ақпияз, қызыл бұрыш, уксус, көк пияз, ақ пияз, барлығын туралап дайындап қойдық. Міне шашлигіміз пісуге жақын. Жаймен деп қазір алатын боламыз. Керемет әдемі шашлик болып шықты. Міне шашлигіміз дайын. Көрнегі қандай керемет әдемі көрінсе, дәмі де сондай керемет болған. Өзімізге ұнап жатыр. Таза пісті. Ең бастысы. Міне шашлик. Менде осы 6 килограммнан бір 27-30-дай шашлик шықты. Сіздермен болғандайла лайк басып тіркеліп отырыңыздар, видео ұнаса.